Луначарский атындағы орта мектепті алғашқы тамамдап шыққан арттағы жаңағы балаларымызға, інілерімізге үлгі болатындай болайық. Жаңағы осы дүниеден озған класстастарымызға ас беріп, апайымызға еске алу кешін өткізейік деп бәріміз атсалысып жүгіріп жатырмыз. Сіздерге де көптен көп рахмет. Енді айтар сөз көп әрине. Жаңағы ана туралы да, медет туралы да көп қызықты әңгімелер айтып өтті. Анар енді өзі бір жеке дара сондай бір ерекше жан еді, момын, сабырлы, сондай бір инабатты қыз еді. Бір есімде ол еді, ауылдың бір ауыл болғасын жаңағы төмен жақта жүгіріп барып, бір үйде ойнап жүре беретінбіз барлығымыз. Медет де сондай ашық жарқын бала еді. Жадырап жүретін әрқашанда, сондай күліп жүре беретін. Сонда сол қайтыс болардың алдында бір апта бұрын мен жаңағы қалада көрдім да, ой, Медет қалың қалай деп, ол кезде студентпіз ғой, енді мектеп бітіре сала бәріміз жан-жаққа кеттік. Алғашқы соң Медетті көріп, амандасып, қал жағдайын сұрасып, сен қыз күйеуге шықпадың ба не әлі деп маған сол кезде бүйтіп қалжыңдап сөйтіп кеткен, өзі бір сондай ашық еді. Марқұм арадан бір аптадан кейін сондай хабар естідік. Жатқан жерім жайлы болсын, иманы жолдас болсын. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Зор денсаулық тілеймін. Көп рахмет сіздерге. Жаңа толқып тұрып, ұстаздарыма рахмет айтып кеттім ғой. Айдос ағай, Шекер апай, Сәуле апай, Қанымгүл апай, Али ағай, сіздерге үлкен рахмет. Сіздердің арқаларыңызда мен осы жүргеніміз өстіп, тәрбие көріп жүргеніміз сіздердің біріншіден анамыздың арқасында, екіншіден сіздердің арқаларыңызда. Рахмет сіздерге. Жаңа толқып тұрып кеттім, соны айтылды. Қызықты, мен айта кетейінші, есімде түсіп тұр, Сәуле апайды көрген сайын осы Нұрдәулетке екі баям деген ылғи да қалың қарсады осы кісі физика сабағы. Отыр десе отырмайды, я тұрып жүріп кетеді, тағы нәрсе болып сөйтсе Сәуле апай жаңағы зал болып кетеді барады. Болды, 2 сағат деп бүйтіп журналға алып, ручканы алып, ана клетканың ішінде 2 байымыздың ручкасын жүгіріп барып, ите жібереді ғой. Нұрдәулет, Алимға дейін қойнайын мен саған деп соңында Сәуле апайымызды жылатып, кейде болды сондай сәттер. Шекер апайдың тағаны бізде оқыс отырғанда қалған айлысы жоқ кетіп қалды. Шекер апайымызбен ол кезде алғашқы жаңағы университетті тамамдап келіп жұмысқа кірісіп жатқан кездері жас апайлар болды кезде, сонда шынымен де еді. Көп балалар уже бірінші, екінші сабақта отырады, үшінші сабақта уже көбісі жоқ қой. Арт жағының бәрі осы жоқ қой. Қыздар ғана ойындар қалады, білесіздер, қалғандары жоқ. Ескі корпустың терезесінен, есіктен шықпай терезесінен шығып кетеді балалар енді. Айта берсек әңгімесі көп, өздеріңізде естеріңізде бар шығар. Біраз азаматтарымыз келмей қалды. Сол біраз қыздар көп болды енді, өздеріңізде есіңізге түсіп отырған шығар. Қызықтап, Қанымгүл апайдан талай емтихан тапсырғанда да ол кезде марқұм Болат ағай бар ғой деймін. 9-шы класста болды ма, ол кісі әйтеуір бірталай сабағын беріп қызықты уақыттар болған еді. Рахмет сіздерге, көптен көп аман болыңыздар.